Қайырлы таң қыздар, қалдарыңыз қалай? Кешегі тақырып қалай өтті? Сол туралы шамалы түсіндіңіздер ма? Кішкене ашып чатқа жазсаңыздар. Енді бүгін диагностикасына келеміз. Инсулинорезистентность кезінде жалпы қаннан глюкозаның мөлшерін, гликированный гемоглобинді и S-пептидті көруге болады. Мыналар енді мына показательдер сіздерге қатты маңызды емес. Глюкозаның деңгейін глюкометр арқылы үй жағдайында да көруге болады. Негізі жаңағы қанда бұлар болғанда, уже глюкоза қанда болса, уже это поздная стадия болып табылады. Уже бізде қант диабеті уже бар деген сөз, яғни мысалы алттан жоғарылап кетсе, уже бізде қант диабеті бар, ол уже бізде кеш болып кетеді. Сондықтан біз оған жеткізбеуіміз керек біз ағзаны. Енді гликированный гемоглобин уже 4-9 болса, уже тоже қант диабеті бар деген сөз. Жай бір показательді алып та көруге болады организм жағдайын. Сондықтан будущее өздеріңіздің жаңағы қанттың мөлшерін ағзаларыңызда көргілеріңіз келсе, осы анализдер тапсырып көрсеңіздер болады. Мынау жердегі S-пептид бұл резерв. Бұл қалыпты жағдайда 1,5-2-ден аспау керек. Егер асса, все уже сахарный диабет деген сөз. Неге мән береміз? Мына жерде де жақсы көрсетіп қойыпты. Глюкоза, гликированный гемоглобин, S-пептид и инсулинорезистентность, бұлар уже тяжелый стадияларында. Дәрігерлер жібереді қарауға, тексеруге. Сіздерге хотя бы на глюкозаны көруге болады. Үй жағдайында немесе Олимпке, зерттеу орталықтарына барып тапсырып көрсеңіздер болады. Просто для себя инсулиннің деңгейін анықтап аласыздар. Мынау қарапайым үй жағдайында қолданатын глюкометр. Бұны енді бұл аппарат көбінесе сахарный диабетпен ауыратындарға таныс. Енді одан Аллах сақтасын. Бірақ біліп жүріңіздер, осылай үй жағдайында осылай анықтайды. Мынау жерде индикатор бар, қолда тесетін инелер болады. Индикатор қолда тескеннен кейін капиллярдағы қандар шығады. Индикаторға тигізеді, и сол кезде бізде сахардың деңгейін көрсетеді. Енді мынау кеше айтып кеткен акантоздар, мынандай клиникалық белгілерде мына осындай қараюлар болса, значит бізде уже инсулинорезистентность деген сөз ол. Біз дальше анализ тапсырып та қажет емес, бұл уже сол инсулинорезистентность белгісі. Бұл кезде біз уақыт күтіп, жаңа ақша күтіп, анализ тапсыру керек деп уақытты босқа жібермейміз. Бұл жағдайлар болса, уже біз міндетті түрде бірден шара қолдануымыз керек бізде. Сразу біз жаңағы тамақтану режимін өзгертуіміз керек. Біз тамақтанудан бірден тәттілердің барлығын сразу шектеу керек. Бұл белгілер, егер тәттіні шектеуді қоймасақ, одан әрі асқына береді. Сондықтан да бұндай жағдайда бірден шара қолдануымыз керек біз. Енді мынау тіл. Тіл деген бұл асқазан ішек жолдарының негізі айнасы. Мына жерде әртүрлі тілдер бар. Осыларға қарап та диагностика жасауға болады. Примерно, хотя бы сіздерге кішкене түсінікті болу үшін осындай суреттер таңдап алдым. Мынау ақ налеттар, тілде негізі мұндай налеттар болған дұрыс емес. Бұл деген уже патология. Бұлар не деп ойлайсыздар ғой? Бұлар кандида альбицинс деген бар. Сол микроорганизмдер осындай жерде отырады. Бұл микроорганизмдер қайдан болады, неден пайда болады? Бұл негізі ағзада өмір сүретін микроорганизмдер. Бірақ бұлар шектен тыс көбейген кезде осылай ағзада көрініс береді. Енді бұл нәрсені құрту үшін бізге міндетті түрде тәттіні жою керек. Өйткені олардың нағыз қорегі осы біздің тұтынатын тәтті заттар. Егер олар болмаса, олар автоматически өледі. Сондықтан сіздерге тілдеріңіз осындай ужасный налеттар болмас үшін міндетті түрде тәттіні шектейміз. Мына жерде мысалы мына кісіде точно өте проблема бар, желтый налет болып жатыр. Мына жерде бізде географический язык болып жатыр. Бұл жерде скрытый анемия бар деген сөз. Мынаның барлығын емдеу керек. Өздеріңіздің тілдеріңізді алып қарап көріңіздер. Қалыпты жағдайда тіл міне осындай болу керек. Розовый, таза, жаңағыдай атрофиясыз осындай болу керек. Бұндай болу үшін не істейміз? Глютенді шектейміз, қантты шектейміз, правильный питание өтеміз. Егер де осындай әдемі тіл қалауларыңыз келсе, соның барлығын сақтауымыз керек режим бәріне. Қазіргі уақытта салауат тамақтану деген, правильный питание деген ол мода емес, ол қолдануы керек болып тұрған нәрсе. Өйткені екі адамның бірінде осындай тілдер қазір қаптап кеткен.
мен өзім клиникада өте жиі кездестіремін адамдардан, сондықтан сіздермен бөлісіп жатырмын. Балаларда инсулинорезистентность осындай клиникалық көріністермен көрінеді. Міне мынандай глазной щель деген болады, сол қысқа болады инсулинорезистентностьпен туылған балаларда. Мынау жерде эпикантус, мынау жердегі эпикантус көрініп тұр мына. Сосын мынау жерде перегородка болмайды в основном. И мынау жерде жоғарғы, мына жерде иек деймін, жоғарғы мына жерде негізі қалып жатады, мындай қыртыстар болу керек. Ал инсулинорезистентность кезінде тағы да басқа аномалиялар кезінде мына жердегі жаңағы қыртыстар жайылып кетеді, осындай сглаженный болып қалады. Бұл тоже қалыпты жағдай емес, уже бұндай кезде шара қолдану керек, ем қолдану керек уже. И жоғарғы ерін қысқа болады. Мына көлемін көріп тұрсыздар, почти что жоқ, өте кішкентай. Бұл да тоже инсулинорезистентностьтің белгілері балалардағы. Так, көзді айттым, мұрынды айттым. Еріндері қысқа, и ауыздары всегда ашық жүреді ондай балалардың. В основном ашық жүреді, бұл тоже қалыпты жағдай емес. Егер осындай да бір белгілер байқасаңыздар, рационнан міндетті түрде тәттіні алып тастау керек. Бірақ бұларға тағы қосымша басқа да витаминдер, нутриенттер, минералдар қосу керек. Бір ғана рациондағы тәттіні шектегеннен емделіп кетеді деген сөз емес. Мына жерде де жақсы көрсетілген. Міне көз шелі қысқа, мына жерде мұрын анандай пұшық мұрын деймін, сондай. Сосын мына жердегі фильтрум вообще көрінбейді, сглаженный болып тұрады. И еріндері, жоғарғы ерін обязательно қысқандай тонкий болады, өте жіңішке болады. И ауыздары всегда ашық жүреді бұндай балалардың. Еще мына жерде құлақтарында оларда қосымшанда ирек болады, андай құлақтары кішкене бір оралып тұрған сияқты болады. Сол нәрсеге де көңіл аударған дұрыс. Енді бұл сіздерге бұл нәрсені не үшін айтып жатырмын? Егер осындай да бір қандай да бір осы белгілердің біреуі болса, адамдар аңғармайды, көбінесе аналарымыз әсіресе аңғармауы мүмкін. Сол үшін ауруларды жіберіп алмау үшін осы белгілердің біреуі болса, міндетті түрде нутрициологқа айтқан барсын деп ең болмаса айту керек та, бір шара қолдану керек. Бұндай балаларды осылай қойып қоюға болмайды, олар одан сайын асқына береді ауру. Бұл белгілердің барлығын қалпына келтіруге болады, егер рационды дұрыстаса, сосын организміне керекті минералдар мен витаминдерді берсе, бұлардың барлығы қалпына келеді. Ал егер де бұны емдемейтін болса, ол асқына түседі. Сондықтан қандай да бір осындай белгілерді балалардан көріп қалып жатырсаңыздар, олардың мамаларына ескертсеңіздер болады. Хотя бы сізге хотя бы нутрициологтың көмегі керек шығар, осындай нәрсе дұрыс емес деп естіп едік деп. Бірақ енді жаңағы гипердиагностикада болмайды, бүкіл нәрседен осыны аңдып жүруге де екі ортаны ұстану керек, в общем, қыздар. Енді мыналар инсулинорезистентностьке қатты маңызды емес, бірақ балаларда просто соңғы уақытта жиі байқап жүрген жағдайлар. Д3-дің явно нехваткасы, мына жерде то же самое. Міне аяқ былай да болған дұрыс емес, и былай ішіне кіріп тұрғанда дұрыс емес. Қалыпты жағдайда балалардың аяғы осындай болу керек. Мына жерде рахиттің белгілері бар, Д3 витамин жетіспеушілігі, кальций, магнийдің жетіспеушілігі анық көрініп тұр. Так, енді мынау жаңағы тілдегі налеттар тудыртып жатқан кандида альбицинс, мен сіздерге айттым ғой, баста қайсқақтарды кетіру үшін деп. Ол басқа қайсқақтарда осы кандида, молочницалар қышытатын, анау астын адамдардың вагинада сүйіп орналасатын орны вагинада, ішектерде, даже бұлар гайморовый пазухаларда өмір сүреді, тілде, бұлардың кездеспейтін жері жоқ. Бұл кандида деген өте сұмдық нәрсе. Бұлардың ең сүйікті қоректі заты ол әлбетте қант, тәттілер. Солардың барлығы, тәттілердің барлығынан бұлар ләззат алып қоректенеді, көбейеді. Сондықтан мынаны естеріңізге сақтап алыңыздар. Осыларды қоректендірмес үшін, осы патогендерді осыларға азық бермес үшін біз тәттіні шектейміз. Аузыңызға тәтті түсіп жатыр ма, значит, мыналар мен жеймін деп таласады деген сөз. Бұларды қоректендірмес үшін, бұларды жаңағы балансын сақтау үшін ағзадағы тәттіден арылуымыз керек. Сосын бұлардың тағы бір айтып кететін нәрсесі, бұлар тез көбейеді және жаңағы әртүрлі аурулар тудырады. Мысалы, мұрында гайморовый пазухаларда орналаса, бұл гайморит тудырады. Вагинада орналаса, молочница тудырады. Бізде айтады ғой, молочницада свеча береді, сосын жаңағы гельдер береді, местное применение. Оны алып, оны пайдаланғанда просто уақытша эффект болуы мүмкін, бірақ сіз рационнан тәтті нәрселерді шектемесеңіз, тәтті нәрселерді жей беретін болсаңыз, ол гельдерден де, свечалардан түк те пайда болмайды. Потому что бұл организмде уже өсіп жатады, өніп жатады, бұны құрту мүмкін емес. Сондықтан ең бірінші біз дұрыс тамақтануды қолға алуымыз керек. Онсыз ешқандай ем бес эффективны.
Сондықтан естеріңізге қатты сақтап алыңыздар. Ауздарыңызға тәтті түсе ма, значит сіздер осы нәрселерді қоректендіріп жатырсыздар. Бұл нәрсе жойылса, сізде қайысқақта болмайды, молочница болмайды, гаймориттің көбісі қазір осы альбицинстің кесірі, және де асқазан ішек жолдарындағы патологиялық гастрит болсын, дуоденит болсын, олар тоже болмайды иншаллах. Сосын тілдегі налеттар да болмайды. Сондықтан қыздар дұрыс таңдау жасаңыздар. Бұл альбицинске байланысты тағы бір нәрсе айтып кетейін. Бұлар біз ертең енді әрбір адам қайтыс болады ғой, сол кезде ең бірінші адамды жейтін микробтар осылар. Бізді жеп құмға айналдырады. Сол бұл кандида альбицинс. Енді мынау тапсырма. Тағы бір айтып кетейінші, инсулин резистентностьке байланысты жаңағы лептин деген гормон барды. Сол лептин деген гормонды инсулин жаңағы не істейді. Яқта фотосы бар еді. Инсулин, лептин деген гормон бізде гормон насыщен, яғни біз тойғанымызды түсіндіретін гормон бұл бір қарапайым сөзбен айтқанда. Бұл гормонды инсулин не істейді бізде, блокировать етіп тастайды. Блокировать етіп тастаған кезде бізде тойғанымызды білмейміз. Соның кесірінен адамдар қайта переедание жасай береді. Сондықтан да қыздар инсулинді тәттіні жойсаңыздар, бізде рационнан тәттіні алып тастаңыздар, бізде бұндай не болмайды. Қайта тамақ іше беру, қайта тамаққа тәуелділік деген нәрсе болмайды. Сондықтан лептин гормонын блоктамас үшін біз рационнан тәттіні алып тастауымыз керек. Енді тапсырма. Бағанағы айтып кеткен клиникалық көріністердің бәрін саралаймыз, сараптаймыз. Нақтылап есімізде қалу үшін өзімізден, балаларымыздан іздеп көреміз. Сөйтіп фото мен видеомен есеп жасап, бірге талқы тобында талқылаймыз. Жақсы.